Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай үлпілдек, мақтадай жұмсақ бауырсақ пісіретін боламыз. Бұл қамырымызды бауырсақтардан бөлек пирожкилерге, булочка, пицца, хачапури және де қамырдан жасалатын пирогтарға қолдана аламыз. Қамырын дайындау үшін бізге 650 грамм ұн, 1,5 шай қасық тұз, 1,5 шай қасық ашытқы, 3 ас қасық сұйық май, 3 ас қасық қаймақ қажет болады, және де 3 ас қасық қантымызды қосып, 350 мг жылы суымызды қосып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін 5 минуттай қайтарып илейміз. Қамырымызды дайындап алғаннан кейін 40 минут 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілуге қойған уақытта 2 немесе 3 рет қайтарып илейміз. Сол кезде бізде жұмсақ қамыр шығады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдауларыңызды сұраймын. Және де алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Қамыр менде 1 сағаттай тұрды. 3 рет қайтарып иледім. Қамырымызды алып, нан тақтайымызға қоямыз. Қамырымызға аз-маз ұнымызды себелеп, өзімізге керекті мөлшерге бөліп аламыз. Оларды күлшелеп, өзімізге керекті бөлігін алып қаламыз. Қамырларымызды бауырсаққа жайғандай, қатты қалың немесе жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Сіз егер де пицца, пирожки немесе хачапури сияқты басқа пісірмелерге қолданатын болсаңыздар, өздеріңіз формаға келтіріп алсаңыздар болады. Барлық пісірмелер осы қамырдан жақсы болып шығады. Мен бұл қамырды бауырсақ пісіруге пайдаландым. Алдын ала дайындап, қатырып қойсаңыздар да 3 айға дейін жарай береді. Майымыз толықтай қызғаннан кейін осы бауырсақтарымызды салып, екі жақ беті әбден қызарғанша пісіріп аламыз. Бізде осындай дәмді, қып-қызыл жақсы көтерілген бауырсақтар шықты. Егер де осы рецепті қолданған болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Ас болсын!